Техникада, яғни біздің смартфон, телевизор, автомобиль, тағы басқа да электронды цифрлы жүйелерде зарядтарды жинақтау үшін конденсатор деп аталатын жабдықтар қолданылады. Конденсатор деген екі өткізгіштен тұратын, мысалы мына суретке қараңыздар, міне өткізгіш біздің. Бұл біздің өткізгішіміз. Және олардың арасында диэлектрик болады. Диэлектрик деген бізде тоқты өткізбейтін заттар. Сонда бұны зарядтағанда бір жағында оң зарядтар жиналады, екінші астарына теріс зарядтар жиналады. Мына жақта Q+, мында Q-. Осы жабдықты конденсатор деп атайды. Қайталап айтамын, конденсатор дегеніміз аралары диэлектрикпен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйені айтады. Конденсатордың зарядының оның арасындағы кернеуге қатынасы электр сыйымдылық деп аталады. Электр сыйымдылық. Біздің бірінші формуламыз ол өткізгіштің электр сыйымдылығы, яғни дара өткізгіштің электр сыйымдылығы. Екінші формула, екіншісі ол конденсатордың электр сыйымдылығы. Үшінші ол конденсатордың түрлеріне байланысты. Жазық конденсатор. Жазық конденсатор дегеніміз екі пластинадан тұрады. Және арасында диэлектрик бар конденсатор айтамыз. S деген соның ауданы. Осы жазық конденсатордың электр сыйымдылығы осы үшінші формуламен есептеледі. Төртінші шар тәрізді өткізгіштің электр сыйымдылығы. Бұл біздің радиусымыз. Шар тәрізді. Сонымен бұндағы С дегеніміз конденсатордың электр сыйымдылығы. Өлшем бірлігі фарад. Өлшем бірлігі фарад. F пен жазасыз. Фарад деген Майкл Фаради деген ғалымның құрметіне аталған. Енді мына жоғарыда формуладан бізге Q деген таныс, Фи деген таныс, Q деген заряд, Фи деген потенциал, U деген кернеу, эпсилон 0 деген бізде эпсилон 0 тұрақты электр тұрақтысы, эпсилон диэлектрик өтімділігі, S деген аудан, D деген мұндағы ара қашықтық. Яғни D деген мына астарлардың арасы. D деген осы. Бізде жазық конденсаторда D деген екі пластина арасы. R деген радиус. Пи деген ол 3,14-ке тең. 3,14-ке тең тұрақты шама. Сонымен электр сыйымдылық тап дегенде бізде түріне қараймыз. Дара өткізгішті ма, конденсатор ма, жазық конденсатор, шар тәрізді және тағы басқа. Соған байланысты электр сыйымдылығын есептейміз. Конденсаторларды тізбектей жалғау. Тізбектей жалғау не үшін керек? Егер бізде бірнеше конденсатор берілген болса, бізге қажетті конденсатор сыйымдылық, электр сыйымдылық алу үшін, яғни оның электр сыйымдылығын азайту үшін оларды тізбектей жалғаймыз. Тізбектей жалғанған. Тізбектей жалғанғанда қалай айырамыз? Бір конденсатор оң жағы, екіншісінің сол жағын ұстап тұрады. Оң жағы, сол жағы, оң жағы, сол жағы. Сөйтіп бір-біріне тізбектей жалғанады. Біздің жағдайда 3 конденсатор берілген. Егер конденсатор тізбектей жалғанатын болса, ода олардың зарядтары тұрақты болады. Яғни өзара тең. Ал жалпы кернеу тап десе, кернеулерді қосамыз. Осы 3 конденсатордың жалпы электр сыйымдылығын тап десе, кері шамалардың қосындысы болады. С-дан 1, С2-ден 1, С3-ден 1 қосамыз, сосын төңкереміз пропорция арқылы. Егер конденсаторлар өзара тең болатын болса, мысалға С1 тең С2 тең С3 болатын болса, сөйтіп n-ға дейін Cn. Онда жалпы кернеу табу үшін санына көбейте қоямыз, конденсатор санына. Ал жалпы сыйымдылық табу үшін санына бөле қоямыз. Келесі жалғау бізде параллель жалғау. Жаңағыдай бірнеше конденсатор бізде қолымызда болса, бізге сыйымдылығын арттыру керек болса, біз оны параллель жалғаймыз. Параллель жалғағанда бізде сыйымдылықтарын қосылады, яғни артады. Параллель жалғағанда кернеу бізде тұрақты, яғни өзара тең. Жалпы заряд тап деген оларды үшеуінде қоса қоямыз. Үшеу болса үшеу, төртеу болса төртеу, екеу болса екеу, қанша бар сонша қосасыздар. Жаңағыдай конденсаторлар өзара тең болатын болса, С1 тең С2 тең С3,
n-ға дейін. Онда өзара тең болса санына көбейте қоямыз жалпы q табу үшін. Бір q-ды. Жалпы сыйымдылық табу үшін бір конденсатордың сыйымдылығын өзара тең болғандықтан конденсатор санына көбейтеміз. Бұндағы n деген конденсаторлар саны. Электр өрісінің энергиясын табу үшін мына формулаларды қолданамыз. Q бөлу 2, C квадрат бөлу 2, Q квадрат бөлінген 2C, Q бөлу 2, Cu квадрат бөлу 2. Бұндағы бізде W деген электр өрісі энергиясы. Энергия бізде джоуль өлшенеді. Ал омега E деген энергияның көлемдік тығыздығы, яғни джоуль бөлінген метр куб. Энергияның көлемдік тығыздығы.